Қымбатты балықтарым, сүйікті де алтындарым, амансыздар ма? Бұл сіздердің қаңтар және ақпан айларына арналған жұлдыз жорамалы. Ақпан айында туған балықтарды қазірден бастап туған күндеріңізбен құттықтаймын. Егер сіздердің асцендентіңіз балықтар болса да, немесе айыңыз балықтар белгісінде тұрса да, бұл сіздерге арналған жұлдыз жорамалы. Себебі жұлдыз жорамалы күн белгісінде де, асцендентке де, ай белгісіне де бірдей әсер етеді. Сондықтан 3 түрлі гороскопты қарап, оларды бірге қабылдағаныңыз дұрыс. Олар бір-бірін толықтырады. Егер сіз өз асцендентіңізді және ай белгісін білмесеңіз, видеоның астына өз инстаграмымды жазып қоямын. Маған жекеге жазсаңыз болады. Туған күніңізді, ай жылыңызды және туылған уақытыңызды дәл жазсаңыз, сол бойынша нақтырақ жауап беруге тырысамын. Балықтар үшін ең маңызды жаңалық бұл Нептун мен Сатурн сіздердің белгілеріңізден кетеді. Әсіресе Сатурн. Бұл ауыр жүктен айырылғандай әсер береді. 15 ақпанда Сатурн сіздердің белгілеріңізден толық шығады және 30 жылға қайтып келмейді. Бұл шектеулердің барлығы кетуі, ауыр жауапкершіліктің, борыштың, біреуді арқалап жүрудің аяқталуы. Егер сіз отбасыңыз үшін, жақындарыңыз үшін бәрін өзіңіз көтеріп жүрген болсаңыз, жағдай 15 ақпаннан кейін жақсара бастайды. Ал енді ретімен 3 қаңтар толған ай. Бұл өте жақсы толған ай. Ол Юпитермен молшылық, сәттілік және кеңею планетасымен қатар тұр. Сонымен қатар ол Сириус жұлдызымен байланысты. Сириус ол жай планета емес. Ол өте қуатты, тұрақты жұлдыз. Сириус табыс, танымалдық, рухани өсу, жоғары статус. Осы кезде кейде патшалар жұлдызы деп те атайды. Оның бәрі оңай жүзеге асатын кезең. Бұл толған ай сіздердің 5-ші үйіңізде болды және 18 қаңтарға дейін әсер етеді. 5-ші үй қуаныш, демалыс, махаббат, ғашық болу, балалар, шығармашылық секторы. Егер сіз шығармашылықпен айналсаңыз, бұл кезеңде үлкен қолдау аласыз. Тіпті жарыстарда жеңіс, лотереядан ұтыс, шығармашылық жобаның табысты болуы мүмкін. 3 және 18 қаңтар аралығында Сириус пен Юпитер сіздерге ерекше мүмкіндік береді. Ал толған ай сол мүмкіндіктерді айқындайды. Мүмкін сүйікті адамыңызды кездестіресіз, махаббат тақырыбы жанданады. Бұл толған айды тіпті 1 апта бұрын сезінген болуыңыз мүмкін. Мысалы, жаңа жылда танысқан адам арқылы. Қаңтар айында сіздердің 11-ші үйлеріңізде көптеген планеталар жиналады. Күн, Марс, Венера, Меркурий. 11-ші үй достар, орта, команда, пікірлес адамдар. 18 қаңтарға дейін. Сіз өте белсенді әлеуметтік кездесулер, мейрамханалар, кафелер, біреумен бірге сапарлар, достармен жүздесулер. Бұл нағыз әлеуметтік ай. 10 мен 12 қаңтарда күн Марспен қосылады. Марстың циклы 2 жыл. Демек, осы күндері басталған нәрсе 2 жылға созылуы мүмкін. Қарым-қатынас, достармен ортақ жоба, ұзақ мерзімді жоспар. 11-ші үй болашақтағы жоспарлау үйі, сондықтан алдағы 2 жылға арналған мақсаттар қалыптасуы мүмкін. Мүмкін интернетпен, әлеуметтік желімен, онлайн жобалармен байланысты болуы да әбден мүмкін. Марс күшті тілек, мотивация. Сіз барлық ресурстарыңызды достарға, командаға немесе жобаға жұмылдырасыз. 18 қаңтар жаңа ай. Сол 11-ші үйде. Жаңа бастама, жаңа дос, жаңа команда. Инстаграм немесе ютубта жаңа парақша. Бұрынғы еңбектің нәтижесі, марапат, сыйлық, атақ. 18 қаңтардан кейін барлық планеталар 12-ші үйге ауыса бастайды. 12-ші үй бұл жабық кеңістік, құпия, оңаша қалу, руханилық аяқталу. 18 қаңтар Венера, 21 қаңтар күн мен Меркурий, 24 қаңтар Марс, бәрі де 12-ші үйге өтеді. Сонымен бірге Плутон да сол жерде, барлығы 5-ші планета.
барлығы 5 планета. Бұл үлкен ішкі процесс: рухани даму, ретрит, емделу, клиника, аурухана, алыс жерлер, мистикалық тәжірибелер, өткен өмірлер тақырыбы. Бұл құпия қарым-қатынас болуы да мүмкін. Сіз оны жария еткіңіз келмейтін. 27 қаңтар өте маңызды күн. Нептун 14 жылдан кейін сіздің белгіңізден шығып, ақша мен құндылықтар секторына екінші үйге өтеді. Алдағы 14 жыл бойы сіздің табыс көзіңіз, мамандығыңыз, өзіңізді бағалауыңыз, таланттарыңызды іске асыру түбегейлі өзгереді. Сіз өз құныңызды түсіне бастайсыз. Нептун рухани планета, сондықтан ақша, жүрек қалауыңызбен айналысқанда оңай келеді. 1 ақпан толған ай. Ол 6-шы үйде жұмыс, денсаулық, күнделікті режим, бұл аяқтау, шешім қабылдау уақыты. Бұл кезең 1 ақпаннан 10 ақпан аралығында әсер етеді. 15 ақпан ең маңызды күн. Сатурн сіздің белгіңізден кетіп, 2 жылға ақша секторына өтеді. Бұл тәртіп тұрақты табыс, бизнес, жауапкершілік, жұмыс көп болады, табыс та болады. Бірақ шаршап кетпеуге көңіл бөліңіз. 20 ақпан Сатурн мен Нептунның қосылуы, бұл 36 жылда бір рет болатын цикл. Қалай табыс табуды бастайсыз? Өте ұзақ мерзімге осылай қалыптасады. 17 ақпан күн тұтылуы, ол 12-ші үйде. Бұл жанның өсуі, өзін тану, жаңа қабілеттердің ашылуы. Бұл тұтылулар дәлізі 3 наурызға дейін жалғасады. Қаңтар, ақпан айлары сіз үшін өте терең, тағдырлы, трансформациялық кезең. Сіздерді жақсы көремін. Алдағы уақытта тек осы 2 ай болса да жақсы, сондай керемет жаңалықтар, жаңа бастаудың кезеңі болсын. Ақпандық балықтарды тағы да туған күндеріңізбен құттықтаймын. Сау болыңыздар.